Балаларды тәрбиелеу тәрбиешінің жүрекке жазған ең асыл хаты. Мен Байжанова Балмекен Айтбайқызы сіздерге өз таныстыруымды ұсынамын. Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы мен әріптестер. Мен Үстірт бөбекжайының тәрбиешісі Байжанова Балмекен Айтбайқызы. Педагогикалық еңбек өтілімім 2 жыл. Бейнелеу өнері маманы қызметін атқарғанмын. Қазіргі таңда тәрбиеші қызметін атқарып келемін. Отбасылық жағдайым: тұрмыстамын, 3 баланың анасымын. Отбасы мен үшін тәрбиенің бастауы, мейірім мен жылулықтың ордасы. Өз отбасымда бала тәрбиесінің маңызын тереңнен түсінгендіктен, бөбекжайдағы әрбір балаға да өз баламдай қарап, ықылас пен тәрбие беруге тырысамын. Бала тәрбиесі үлкен жауапкершілікті, төзімділікті және шексіз мейірімділікті талап ететін қасиетті мамандық деп білемін. Ал тәрбиеші болу әр баланың жүрегіне жол таба білу, олардың бойындағы қабілетті байқап, дамуына бағыт беру. 2 жыл бейнелеу маманы болғандықтан, өз жұмысымды шығармашылық бағытқа ерекше көңіл бөлемін. Сурет салу, жабыстыру, мүсіндеу, түрлі түсті қағаздармен жұмыс жасау арқылы балалардың қиялын, ұсақ қол моторикасын, эстетикалық талғамын дамытуға тырысамын. Әр баланың бойында бір ерекше қабілет бар деп сенемін. Менің міндетім сол қабілетті дер кезінде байқап, қолдау көрсету. Сабақ барысында ойын технологияларды дамытушы тапсырмаларды, көрнекіліктерді қолданамын. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін әр сабақты қызықты, мазмұнды әрі әсерлі өтуіне ұмтыламын. Тәрбиеші ретінде басты ұстанымым балаларға тек білім беру емес, оларды мейірімділікке, сыйластыққа, достыққа және еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Өз кәсібімді шын жүректен жақсы көремін. Себебі баланың кішкентай ғана жетістігінің өзі мен үшін үлкен қуаныш. Үздік педагог байқауына қатысу мен үшін үлкен тәжірибе, өзімді дамытуға берілген мүмкіндік. Алдағы уақытта да кәсіби шеберлігімді арттырып, балаларға сапалы, тәрбиелі білім беруге бар күш-жігерімді саламын. Назарларыңызға рахмет.